Тағы бір қуат көзі пайда болды. Алматы облысында 60 мегаватт жаңа жел электр станциясы Шелек дәлізінде іске қосылды. Жобалық құны 37,4 миллиард теңге. Өңірдегі электр қуатының тапшылығын азайтуға мүмкіндік беретін маңызды шараның ашылу салтанатына облыс әкімі Марат Сұлтанғазинов қатысты. Шелек дәлізіндегі жаңа жел электр станциясының құрылысы 2019 жылы басталған. Пандемия салдарынан 1,5 жылға тұрып қалыпты. 2021 жылдан қайта жанданып, қолданысқа беріліп отыр. Іске қосу рәсіміне Алматы облысы әкімдігі, Қытай Халық Республикасының бас консулдығы, Power China корпорациясы, Самұрық энергия акционерлік қоғамы өкілдері қатысты. Ал Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі мен Самұрық қазына қоры басшылары маңызды шараға телекөпір арқылы онлайн куә болды. Салтанатты шарада сөз алған Марат Сұлтанғазинов өңірде электр қуат көздерін өндіруге барлық жағдай бар екенін айтып өтті. Облысқа инвестиция құйып жатқан ірі компаниялар мен ұлттық қорға алғысын білдірді. Хотел поблагодарить Самұрық қазына руководство. Самұрық қазына және Қытай компаниясына біздің өңірге қаржы құйып жатқанына алғыс білдіргім келеді. Біздің тараптан барлық атқарушы органдар қолдау көрсетуге дайын. Өздеріңіз білесіздер, біздің облыс орталығы Қонаев қаласында барлық жаңартылған энергия көздері бар. Ол гидро, электро, күн станциялары да бар. Мүмкіндіктер жетерлік. Сондықтан да инвесторларды бірге жұмыс істеуге шақырамыз. Мына жобаның сәтті іске асуымен барлықтарыңызды құттықтаймын. Мемлекет басшысы электр генерациясындағы жаңартылған және баламалы энергия көздерінің үлесін 2030 жылға қарай 15%-ға дейін арттыруға тапсырма берген. Оны орындау үшін Алматы облысында жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ал мына жел электр станциясының қосылуы межелі міндетке жетуге тағы бір қадам. Бізде 19 сондай альтернативті электр станциялары бар. Оның 7-еуі желмен істейтін. Бүгін 8-ші аштық. Осы Шелек дәлізінде ең үлкен болып саналады бүгінге. 60 мегаваттан 300 мегаваттқа дейін кеңейтуге мүмкіншілік бар. Жалпы Шелек дәлізінде 2000 мегаваттқа дейін жел электр энергиясын өндіруге мүмкіншілік бар. Ол бір жағынан халыққа бағана айтқандай 60 мың үйдің электр энергиясын беретіндей күш жетеді. Бірақ жалпы екінші жағынан біздің осы өзіміздің Алматы облысының табиғатын сақтауға да үлкен үлес қосады осы электр станциялар. Жаңа станцияда 24 электр бағаналары орнатылған. Әрбірі 2,5 мегаватт энергия өндіреді. Жылдық қуаты сағатына 225-7 миллион киловатт. Қосалқы станция қажетті инфрақұрылымы, әуе электр жеткізу желілері тартылған 14 адам тұрақты жұмыс істейді. Өндірістік сипаттамаларынан бөлек жоба өзінің экологиялық құрылымы тұрғысынан да өңір үшін маңызды. Парниктік газдар шығындыларын 206 мың тоннаға дейін азайтуға мүмкіндік береді. Шара аясында Самұрық қазына мен Power China арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Құжат станцияны кеңейтуге және оның қуатын 300 мегаваттқа дейін арттыру арқылы жобаның екінші кезеңін іске асыруды көздейді. Біз бүгінгі күні Power China корпорациясының бірінші жобасының аяқталуымен жел электр станциясының іске қосылуын өткізгенімізге қуаныштымыз. Біздің сенімді серіктестігіміз Самұрық қазынаға барынша қолдаған жергілікті билікке рахмет. Біз мұндай жобаларды ары қарай да қаржыландыруға, инвестиция салуға дайынбыз. Алматы облысында 2025 жылға дейін жалпы қуаттылығы 77-15 мегаватт болатын 12 жоба іске аспақ. 120 адамды жұмыспен қамтитын жобалар құны 145-9 миллиард теңгеге жетпек. Айта кетейік, республика бойынша жыл соңына дейін жалпы қуаты 153 мегаватт болатын тағы 13 нысанды іске қосу жоспарлануда. Алмат Хамит, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.